Шашты қандай тарақпен тарау керек, немесе тарақ таңдағанда неге көңіл бөлеміз? Осы туралы айтқым келіп тұр. Ең бірінші кезекте шашты қандай тарақпен тарауға болмайды? Дарарараң! Мынандай тарақпен тарауға болмайды. Мүмкін өздеріңіз де алған шығарсыздар, егер қарасаңыздар, мынау пластмасс тарақ кезінде базардан алдық қой деймін әйтеуір. Анау пластмасс тарақтың зияны басқасын қойшы, мына жерінің өзін көрдіңіздер ма? Түтеленіп, не біреу нелер шығып кеткен. Мынаның кірінің тазартудың өзі жалпы. Негізінде пластмасс тарақтарды көп қолданудың қажет жоқ деп айтатын едім. Себебі бұл біріншіден қоқыстан, түрлі қалдықтардан жасалуы мүмкін. Мысалы, мынаның неден жасалатынын біз білмейміз ғой. Ал ондай заттардан жасалатын болса, бұл қалай сіздің бас теріңізге пайдалы болады. Және бұл тарақты біз күнде пайдаланамыз. Ол 1 минут болсын, 2 минут болсын, сіз шашыңызды қанша рет тарасаңыз да күнде пайдаланамыз да. Сол себепті мына шаш тарайтын тарақтың сапалы болған дұрыс. Сонымен қатар, бұл пластмасс тарақтармен тарағанда бұл шаштың электрленуін туғызады. Оған қоса шаштың шатасуы, мынандай тарақтармен шаш тарауда қиын ғой. Шаштың ұштанып деппін ғой. Шаштың шатасып, таралмауы, сынуы сияқты, электрленуі сияқты проблемаларды туғызады. Және тарақ пайдаланған кезде міндетті түрде аптасына 1 рет болсын, негізі аптасына 1 рет емес, өзім тараққа қараған кезде, егер мына жерлерінің кәдімгідей кірленгенін байқайтын болсам, бірден жуып тастаймын. Кәдімгі тіс жуатын щеткамен үстіне өзіңіз шашыңыз жуып жүрген шампунды сығасыз да, сонымен жақсылап тұрып тарақты тазалап тастаған жөн. Сөйтіп, мына пластмасс тарақты пайдаланудың қажеті жоқ. Ал енді қандай тарақты пайдаланған дұрыс? Шама келсе, ағаш тарақтар пайдаланған дұрыс, бірақ ол ағаш тарақты табудың өзі оңай емес. Мен мысалға өзіме бір ағаш тарақ табу үшін қаншама ағаш тарақтарды іздедім. Мысалы, мен өзім Алматыда тұрамын. Бізде Алматыда ең үлкен барахолка деген базар бар. Соның өзіне барып, басынан аяғына дейін шарлап, сапалы ағаш тарақ таба алмадым. Сонымен қатар бутиктер болсын, басқа болсын, мысалға тарақ сататын жерге барсаңыз, түрлі тарақтар бар да, бірақ көбі пластмасс. Сонан кейін шаштың ұшып тұруы деген дүниелер, электрленуі деген дүниелер осы пластмасс тарақпен тарағаннан да болады. Енді ағаш тарақ таңдаған кезде біз көңіл бөлетін жағдайлар. Мысалы, мысалға мынандай тарақты мен алуға онша кеңес бермес едім. Себебі қарасаңыздар, мына жері сынып қалыпты. Сонымен қатар, мысалға мына тарақтардың мына жерлері қарасаңыздар, мына жерлері бостау. Сонымен қатар пластмасс тарақтар мына кәдімгідей оңға бұрсаң оңға, солға бұрсаң солға, быт-шыт болып қайырылып тұратындар бар ғой. Ондайларды мүлдем пайдаланудың қажет жоқ. Сонымен қатар, андай бір томпақ болып, мынандай темір болып тұратын тарақтар бар ғой. Енді мен мысалға өз басым ондай тарақпен шашымды тараған маған ұнамайды, мен тарай алмаймын. Егер сіз сондай тараққа тарап, бір үйреніп кеткен болмасаңыз, дегенмен де оның мынандай ұштарының темір болып басына тигеніне, пластмасс болып басына тигеніне қарағанда ағаш тарақ тарау керек. Неге? Себебі ағаш тарақ бұл біріншіден табиғи материал. Мына ағаш тарақтардың ішінде тағы қандай тарақты мен кеңес бере алмаймын. Мына тарақ жақсы, мынандай тарақтарды алуға болады, бірақ егер шашыңыз қалың болып, ұзын болып жатпаса, мына тістері кішкене үлкендеу болғаннан кейін, бұл кейбір шаштарға келмеуі мүмкін ше, толық жазылмай деген сияқты. Бірақ шаш шатасқан кезде, сосын менің мынандай бір лайфхагым бар. Мен шашым шатасатын болса, бірінші маскаларды қолданам, ол шаштың шатасқаны өте жақсы жазады, маскаларшы. Артынан судырап, жұмсақ болып, күшті болып тұрады шаш деген. Онан кейін барып, мысалы ағаш тарақпен тараған дұрыс, және мынандай тістері, мына жүздері дейміз ба, тістері үлкендеу тарақпен шашымды былай жайып аламын да, шатасқан жерлерін. Сонан кейін барып, мынандай тістері жіңішкелеу тарақпен тараймын. Мен жалпы күнделікті тарақ өз шашыма қолданғанда осы 2 тарақты қатар қолданам. Солай қолдануға болады. Сонан кейін тағы менде мынандай тарақ болған, бірақ мынаның тістері тым үлкендеу және бұл сынып қалыпты. Сосын ағаш тарақтың тағы бір жаман жері, мысалға пластмасс тарақ қанша құласа да сына қоймайды ғой, ал ағаш тарақ сынып қалады. Бәрі емес дегенмен де көп ағаш тарағым сынып қалды. Сонымен қатар, мынандай ағаш тарақтарды көбі, мысалға мына ағаш тарақтарды да мен онша жақсы деп айта алмаймын. Себебі
бұлардың жүздері мысалы қазірдің өзінде мынау бас терісіне батады, 1-2 айдан кейін шашыңыз тарап барып, мынау жатып кішкене ішіне қарай кіріп жайлы бола бастамаса, мына тарақтар сияқты бірден шашыңды тарағанда бас теріңе жайлы болмайды. Мынау бас терісін тырнайды. Бас терісін тырнаса, қызартса, ол керісінше біздің шашымызға, шаштың фолликулаларына өте зиян. Сондықтан мынау тағы арзан бұл тарақтар. Мынаны ұстап қарасаң, мынау жеп жеңіл. Мысалы қарапайым тарақ. Мынау тарақ қандай, қараңыз, мынау жеп жеңіл. Сонымен қатар, енді видеодан қалай көрінеді? Міне, мына тарақтың мына жеп жеңілдігімен мына екеуін салыстырып көріңіз. Мен мына тарақты жиі қолданам, және көбінесе шаштарға мынау жаңағы тістері тым үлкен де емес, тым жаңағындай тым қысқа дейміз ба, тым жіңішке де емес, мынаны қолданған жақсы. Мен өзім көбінесе жаңа курсыма қатысушыларға осы тараққа кеңес берем. Мынау енді екеуін салыстырып көріңіз. Мына қарағанның өзінде мынаның қандай сапасы, мынанікі байқалып тұр. Мынау жай оның үстіне, мынау деген прям жылтырап тұр ғой, құр қарағанның өзінде. Сонан кейін мына ұштарына келетін болсақ, мынанікі шашты тырнайды, мынанікі мүлдем тырнамайды. Осындай тарақтар қолданған жөн. Мен негізі бұл тарақтарды аса бір жарнамаламаймын. Тек өзіме, курсыма қатысушыларға тарақ таппай жатса, тарақтан қиналып жатса, өзім тарақтар алам ғой, сол кезде осы тарақты алдырып берем мен оларға. Негізгісі осы айтпақшы. Сонымен қатар түрлі сайттан, тағы басқалардан қарайды ғой. Мысалға, егер сіздер мына тарақтарды қарасаңыздар, сайтта болсын, басқада, сен оны өзің қолданып пайдаланбай білмейсің. Суретте олар әдемі болып тұрады да, бірақ ол әдемі болғанына қарамаңыздар, олар жайлы деген сөз емес. Сонымен қатар шашқа массаж тарақ деп мынандай тарақ бар да, мынау ағаш тарақ деп алғам, сөйтсем ешқандай ағаш емес, пластмасс, бұл түкке жарамайтын пластмасс. Оны тағы шашыңа былай не жасауға да, массаж жасауға да келмейді. Мынау. Сонымен қатар міне біреу жердегі нелер шашымды жолды, тіпті пластмастың ашылып қалып қойған жерлер болған ғой. Сол шашты жолды, мүлдем пайдасы жоқ. Сонымен қатар шашты ол тарақпен тараудан бөлек, яғни мына ағаш тарақтар бірінші табиғи материал, екінші бас терісіндегі бұнымен тараған кезде бас терісінде қан айналымды жақсартып, шаштың түсуін азайтып, өсіруге ынталандырады. Мысалы, менде мынандай жағдайлар болған. Көп әйелдермен сөйлесем ғой, шаш түсуге байланысты маған хабарласады. Сонда, мысалға, бір әйел айтқан, менің шашым көп түседі дейді, бірақ тарақпен көп тарасам, менің шашым түспей қалады дейді. Сонымен қатар массаж әйелдер болған. Мен шашым түсетін, басыма массаж жасап жүріп, мен шаштың түскенін қойдырып, тоқтатып алдым деп. Бұл қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Мынандай тарақтармен тараудың баста қан айналымның жақсы жүруінің. Сонымен қатар бұлар жеңіл таралады, шашыңыздың көбірек шатаспауына, сосын шаш тарағанда ұшынан тарап тұрып, әсіресе ұзын шаш болса, өте баппен, асықпай, айнаға қарап, өзіңнің әйел екеніңді, қыз екеніңді сезініп солай тарау керек. Кішкентай кезіңізден балаңызды, сіз соған қызыңызды үйрететін болсаңыз, ол соған бейімделіп шашын жұлмай, баппен тарайтын болады. Сонымен қатар, егер шаштарыңыз шатасатын болса, онда шашыңызды жуудан бұрын тарап алыңыз. Жуудан бұрын тарап аласыз. Оның кейін түрлі шашқа арналған, мысалға, бальзам, кондиционер, маска қолдануға болады. Қолдан жасалған маска қолданасыз. Сол кезде шашыңыз жеңіл таралады, және шашыңызды су кезінде тараудан қажет жоқ. Су кезінде ол әлсіз болады, шаштың түптері. Ол жұлынып кетуі мүмкін. Сосын шашқа бір майларды қолданғанда да массаж жасау керек деп айтып жатады, бірақ суның өзінде абайлау керек те, себебі ол шаш түбі әлсіз болғаннан кейін, оның үстіне сіз май жақтыңыз немесе сулы болып тұрғаннан кейін жұлынып кетуі мүмкін. Осы кезде мынандай, мысалға, мен осындай ақпараттарды айтқанда, маған мынандай комментарийлер қалдырады: ой, қойшы, немене менің шашым түспейді ғой депші. Мысалы, Айгүлдің шашы мен Шолпанның шашын бір-бірімен салыстыруға келмейді. Айгүлдің денсаулығы жақсы, шашының түптері нығайған, шашы қайратты, сапалы шығар, тіпті шашын жұлып тараса да ештеңе болмайды шығар. Бірақ Шолпанның шашы ондай емес та. Оның шашы нәзік болуы мүмкін, түсетін болуы мүмкін, шашына күтім жасамауы мүмкін. Сол себепті әркімнің денсаулығы әртүрлі. Әркімнің шашының түсуі әртүрлі. Біреуінікі түседі, біреуінікі түспейді, біреуінікі қайратты, біреуінікі әлсіз, біреуінікі жіңішке. Бір-бірімен салыстыруға келмейді. Алып, ой қойшы, менде ондай проблема жоқ қой деп комментарий жаза салған мен, бұл
сізде сондай болғанмен ол басқалардың жағдайы ондай емес. Сондықтан олай өзімшіл болудың қажеті жоқ. Негізгі айтайын дегенім осы. Сонымен қатар, мысалға, мен мына тарақты күніне шамамен бір 2-3 минуттай, кейде 5 минуттай массаж жасауға қолданамын. Массаж жасаған кезде бұл да бастағы қан айналым жақсартады. Сонымен қатар қараңыздаршы, мына былай жасағанда, анау бетке фейсбилдинг беді, бетке массаж жасайтындар бар ғой, солар көрсеткен кезде, мысалға, шашыңыз бетке массаждар көрсетеді ғой. Мына тарақтармен тараған кезде бұның өзі, қараңыз, сіздің мына жерге бұл әжім түсуін кәдімгідей әжім түсуін азайтады. Себебі сіздің тек қана шашыңызда қан айналым басыңызда болып жатқан жоқ, бұл міндетті түрде сіздің шашыңызға да жақсы әсер етеді. Негізгі айтайын дегенім осы, тарақ таңдағанда осы мәселелерге көңіл бөліңіздер. Тарақ таңдаудан бастап, шампунь таңдаудан бастап, аса бір қатты, ыждахатты, мұқият қарағандарыңыз дұрыс. Сонымен қатар осыны қыздарыңызға да солай үйретіңіздер.